қайтамыз. Достар, мен видео салмай кеткен едім ғой дейтін. Қайтадан түсіріп бастадым. Бүгін бізде бірінші күн универдің. Бірінші күн бізде не болды? ДШ болды, 2 сабақ. Бірақ ДШ-дан дым өтпедік, только таныстыру болды. Ішке де кіргізбеді ғой ДШ-дан дейтін. Сыртта тұрдық. 2 ДШ сабақ болған, қайта беріңдер деді. Енді мен общагаға қайтып келе жатырмын. Чтобы киімді ауыстыру үшін более удобный. Вот. Енді 3-ші сабақ, короче, социология сағат 10-да басталады. Ал біз сағат таңғы 6-дан тұрып, дайындалып, таңғы болатын ДШ-ға сағат 8-ге дайындалып келген едік. Бекер. Мына қыздың аты кім, сенің атың кім? Меня зовут Тамирис. Кішкене осындай қыздар енді деп па? Тамирис деп айтасыңдар, иә, кәдімгідей. Томико деп айту керек па сені? Томи деп айтқанға привыкла просто. Достар, мен дейтін только сабақ оқимын ба деп тиктокты өшіп тастаған едім. Мына қыз тикток түсіріп атқаннан кейін енді мынандай аутфитпен түсіру керек қой дедім. Тикток қайтадан тартып жатыр маған. Бір сабақ қана социология, потом универге қайтамыз. Кейін уже American Cornerға баруым керек бүгін. IELTS-ға қайтадан дайындалып бастайын деп жатырмын. Универдің бірінші күні деп күшті қылып түсіре қоям ба деп едім. It was failed деп айтайын ба. Короче, социология тоже болмады, физкультура тоже қайтарып жіберді. Жел болып тұр. Кітапханаға кіріп көремін American Cornerға. Регистрация жасау керек болса, жасаймыз, көреміз үшін. Бізде бір апта бойы что-то кішкене проблема болады ғой деймін. Бізде кітапханаға доступ жоқ, расписание өзгеруі мүмкін. Қазір сағат 10:30 болды. Былайша бүгіндікке дамыз деген жоқпыз бар ғой. Только сағат 6-дан бастап жүрдік. Короче, мен American Corner'дамын. Примерно жарты сағаттан аса осында отырып кішкене өздік қорымды жаңа сөздер үйренсем, потом қайтамын общагаға, сөйтіп IELTS-ты дайындаймыз. Ары қарата лекция көру керек. Короче, мен шықтым, қазір сағат 11-ден асты. Енді барып не істейміз? Мен IELTS-ға дайындалатын кітап оқимын. Бұл кітаптардың ағылшын тіліндегі анықтамасы бар да, бірақ ағылшын тілінде жазылған. Соны оқимын. Ана Кембридждің 17-18 деген кітаптары бар ғой, тексті. Вот, соны оқимын. Ридингға дайындалу керек. Короче, мен ридинг, listening 9 болғаны қалап тұрмын. 9 болса, сол кезде жоғары балл алуға болады. Ары қарата спикингнан, оказывается, көбісі жете алады екен ғой. Спикинг дұрыс дайындалу керек.
достар, мен дейтін жатақханадамын. Мынаяқ дейтін бардак болып отыр, білесіңдер ма? Кәжинайын деп отырмын. Білмеймін, что-то камера біртүрлі болып тұр шы. Негізі мен нормально боянып барғанмын. Өстіп боянып барғанмын. Андай стрелканы қатысқан жоқпын. Мынаяқта еще камерадан көрініп тұрған жоқ. Тушым. Шашын более жинақ қылып бардым. Кішкене өріп. Короче, сондай. Короче, кеше макарон жасағанбыз. И бүгін макарон жейміз, кешеден қалған. Тұзын көп қоспаппыз. Не айтайын деп жатқан едім, есіме шығып қалды. Шынымен алдағы 4 жылға макарон жеп шығатын сияқтымыз. Еще мен мынандайды бастадым. Оған дейін енді үйде жүрген кезде, Шымкентте, Леңгірде енді мамалардың ақшасы кетеді ғой енді. Сөйтіп есептемейтінмін. Мынаяққа келгеннен кейін тоже мамалар ақша береді, стипендия түскенге дейін. Но оның барлығын мен Excel-ға финанс деп қойып, кеткен ақшаның бәрін жазып жүрмін. Теңгеге дейін. Мындай. Бізде Астанада 5 литрlik судың өзін енді ақша аласың ғой, 1 литрі 10 теңге. Фильтрдан өткенін. Нормально. Финанстың бәрін жазып жүріп, есептеп шықсам, 27-сі күннен бүгінгі 8-і 7-сіне дейін мен 23 000 теңге құртқанмын. Нормально ғой, нормально. Мен бәрін бетіп бағасына қарап, май алатын болсақ та кәдімгі жейтін сары май. Бағасына қарап, істеп жатырық. Бізде 8 қыз болып жатамыз да. И мен негізі басында общагада тұрғым келмеген. Общагада тұрғанның өзінде 4-6 қыз болатын шығар деп болатын. И 4 қыз болатын общагаға жатайын дедім. Мен неге общагада жаттым? Өйткені басында мамалар сөйтіп айтты. 1-2 ай көр, потом көреміз, может квартираға деген секілді. Сосын бопты, 1-2 ай шыдап берейін деп ойладым. И прикиньте, мен ойлаған 4 қыз емес, қазір біз 8 қызбыз. А, Б блок болып бөлінеді да, и біз 8 қызбыз. 4 қызда мына жақта 4 қыз, мына жақта 4 қыз. И бір уборный, короче. Бірақ жанымда қыздар общительный, комфортный, поэтому что-то 1 жыл тұруға стоит. Өйткені жанымызда мына арғы бөлмеде ұлдар бар, мына жақта қыздар бар. Короче, ішің пысса, оны ойнайсың, карта ойнайсың, әңгіме айтасың деген секілді. Ал менде уже қазір адам көпке үйреніп қалдым да. Ал мен квартираға шығатын болсам, ол жақта жалғыз өзің. Скучно болады. Бірақ IELTS-қа, CT-ға дайындалуға болады. Мысалы, ол жақта енді ешкіммен әңгіме айтпағаннан кейін уақыт көп болады. Бірақ мына жақта қызық, реально қызық. Егер қарның ашып бара жатса, енді жанында қыздардан сұрай саласың, олар тамақ жасаған болса қосылып кетесің деген секілді. Вот. Басқа тағы не қызық? Общаганың былайша қатты қызығын әлі көріп бастаған жоқпыз. Сабақ енді басталады. Енді қызық енді басталады, короче, қызық енді басталады. IELTS-қа қайтадан дайындалып бастайын деп жатырмын. Жаңа сол үшін American Corner-ға барғаным, сөйтіп көрдім, ішінде бар екен. Негізі іздесең табасың. Қайтадан новые слова. Өйткені мен желтоқсанда IELTS тапсырдым ғой, одан кейін мен ағылшын бетін ашқан жоқпын. Өйткені мен ұбыт тапсырдым. Арғарды жаздың 2 айында мен уже бос болдым ба. Содан қазір сабақ басталғанға дейін мен ағылшынды арасында Кембридждің кітаптарын оқып жүрген болатын. Ал енді қазір конкретно мендегі цель 8 алу, 8-ден жоғары, 8,5. Вполне возможно, өйткені адамдар просто listeningнан 9, readingнан 9 алады. Арғарда райтинг қатты қиын емес, 6,5, 7 алуға болады. И speaking, мысалы, мен бірінші ең алғашқы тапсырған IELTS-ның өзінде 7,5 алсам, онда кішкене прокачать етіп, может 8 алуға болады. ChatGPT аман болсын, сонымен дайындалайын деп жатырмын мен. Сөйтіп күніге уақыт болған кезде ерте тұрып, кішкене статья оқысам ағылшын тілінде көмектесетін шығар деп отырмын енді. Вот. Еще менде тоже идея бар. Мынау менде бірінші видео, 11 айдан кейін YouTubeқа салынатын бірінші видео болса, екінші видео біздің общагада 136 балл алған қыз бар. 136 или 135. Ал мен 126 алдым ғой. Мен ұбытынды айтқан жоқ екен ғой, мен 126 алдым. Ол қыз 135 алған. Еще ол қыз маған келіп айтады, сен мерек емессің бе, сен ет түсірмейсің бе деп. 2 қыз айтты универде жүрген кезде, ЮНУ-да. Ғылыми жұмыспен айналысып жүрген кезде мектепте, әртүрлі мектептерге барамыз ғой, облыстарға. Сол кезде 2-3 қыздан көп қыз айтты, сен ет түсірмейсің ба деп. Вот. Ал мен оны бақандай 1 жыл бұрын түсіргем.
позор ғой, позор. Енді қайтадан регулярно видео түсіріп бастау керек. Просто қиын нәрсе монтаждау керек та. Оның бәрін енді вау деп монтаждамаймын, оны мойындаймын. Просто қиып отыру керек. Сөйлемей қалған жерлердің бәрін қиып отыру керек. Қайтадан миллион рет көру керек видеоны. Қай жері не то, қай жері дұрыс деген секілді. Вот. Мен қазір тамақтанып алайын, потом қызық болып жатса түсіремін. Айтатын нәрсе көп екенмен есіме шығып кетті. Короче, бізде бірінші курс болғаннан кейін старостаны тағайындау керек. Мен ойладым, староста болатын шығарым деп, бірақ қатты қаладым деп айта алмаймын, мойындайын. Бірақ егер мен ғана староста болғым келіп тұрса, староста бола салам деген ой болды. Бірақ тоже бір қыз бар біздің группада, Диана деген. И ол қыз қолын көтерді, кім староста болғысы келеді деген кезде. Басқа қыздар айтты, енді өздерің түсініңдер деп. Не деп түсінасың? Бірінші рет көріп тұрған адамға мен жауапкершілігім бар, мен староста қылыңдар, мен апайлармен жақсы сөйлесемін деп айта алмайсың ғой енді. Ана қызға қарап тұрмын. Стоит или не стоит староста болуға деп. Негізі староста болсаң тоже өзінің плюстары бар и минустары бар. Жаңағы тізім шығарасың, түгелдейсің деген секілді. Оның бәрі енді былайша уақыт алады. Соның бәрі уақыт алады деп айтып жатқан ғой. Сөйтіп ана қыз түрінен көрініп тұр, что пысық и өстіп қарап тұрдым да, сен староста бола сал дедім ғой. И менің де мынандай болды позиция, мен староста болам. Егер староста болмасам, мен оның көмекшісі де болмаймын деген. Просто маған старостаның жұмысы шынымен ұнамайды. Просто староста деген есім. Егер староста болсам, мен жауапкершілік алуға қарсы емеспін. Егер староста болмасам, оның көмекшісі ретінде жауапкершілік алу керек емес дедім да. Вот. Сөйтіп старостаның көмекшісі басқа біреу болды. Ол қызды білмеймін. Не істеген жоқпын. Внимание аударған жоқпын ше, сол үшін білмей тұрмын. Ол уже біздің туған күнімізді сұрап, кімдікі қай уақытта болады, қанша ақшаны жинаймыз, одан кейін расписание қандай болып жатыр, оның барлығын былайша біліп отыр, бәрін біліп информация. Тамақ ішіп жатыр, мынау біздің ұлдар, аяқта бізде ботлыққа қыздар. Мынау Арман есімі. Аяқта біздің музыка. Вот сендер мен влогымда жүрсіңдер, ертең тағы жүрмін. Влогында? Я не жұлдызып кетемін деп. Приватында жүрмейсің. А? Приватында, приватка. Дүйсен, Приватта. маған инстаграмнан қызайын қайтарған жоқ дейді мен өзің. Мен вообще не по... Downward Trend, соның бәрін қарап жатырмын. Аяқта, короче, бір кітап бар екен. Енді ағылшынша ағылшынға дайындалатын адам, ол уже ағылшынша түсінеді. Вот, поэтому мына кітапты өздерің алып дайындалсаңдар кеңес беремін, өйткені мен өзім IELTS райтинг бойынша курс алғам, и ол курста тоже мына сөздер үйретіледі. Бір плюсы, ол курсты алғаным нөлден бастаған кезде райтингді кәдімгідей көмектесті, маған базасын құрып берді. Енді қазір райтинг курс алғаннан кейін уже менде түсінік қалыптасқаннан кейін қазір өзім дайындала беремін. Поэтому IELTS-қа лучше курсыз дайындалған дұрыс деп ойлаймын өзім. Бірақ ол үшін конкретно бір интермедиат, upper интермедиат деген секілді деңгей болу керек. Вот. Достар, бізде кешкі уақыт. Мына жақта міне былайна ойнап отыр. Привет деп қойыңызшы. Айттым ғой, влог түсіріп жатырмын. Ертең сағат 8-де қайттан сабақ, ертең екінші күн. Бүгін дым істемеді, хотя бы ертең бір нәрсе оқитын шығармыз деп тұрмыз енді. Бетім қызарып тұр. Eu sabe que não ocorreu e esse moio pra gulhar.
не погуляем. Я возле дома твоего, зову тебя гулять. Я лишь только твое сердце хочу завоевать. Я возле дома твоего, зову тебя гулять. Я лишь только твое сердце хочу завоевать. Достану. Не лақтырғанын, битарды лақтырып, бәрін лақтырып. Мені кетті, давай. Істеп тұрмын ба? Қисық түсіріп отырсың, қисық түсіріп отырсың. Инстаграм саласың. Праздник қызық қисық түсіріп отырсың. Инстаграм саласың, білесіңдер ғой. Я. Вот түсіріп жатырмын. Сағасың не бәрі мереке келесің. Отырғыш не знаю. Дәшіге біреу отырған. Енді не отырғыз Орындық. Біз мафия ойнап жатырық, наш. Отырмасың біздің де жиналмыз. Бәрін бері қарап. Адваймен ойнамайын досым. Ол не радио? Жайдан басылам деймін. Жайдан басылам. Адвокат жайдан. Адвокат жайдан.